Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамына уксус қоспайтын, керемет дәмді болып шығатын сәбіз салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңыраушыға белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда осы қызыл ірімшіктің рецептісін шығаратын боламын. Сол кезде бірінші болып көресіздер. Ең бірінші бізге сәбізімізді жуып тазалап, осындай үккіштің көмегімен сәбізімізді ыдысымызға өткіземіз. Бұл үккіш менде майда көзі, егер сіздер үлкен қаласаңыздар да үлкенінен де әдемі дәмді болып шығады. Сонымен қатар менің каналымда майонезсіз салаттың рецептісі бар. Ендігі кезекте 2 бас чесногымызды, сарымсағымызды осында майда көзінен өткіземіз. Немесе майдалап турап қоссаңыздар да болады. Енді жарты шай қасық тұзымызды салып, қолдың көмегімен жақсылап сәбіз салатымызды араластыратын боламыз. Араластырып болған соң көлемінен кішкене азаятын болады. Ендігі кезекте петрушка немесе укроп қоссаңыздар да болады. Мен петрушка қостым. Петрушканы турамаймын. Осылай жапырағын үзіп саламыз. Сол кезінде салатымызда әдемі болып көрінеді. Ендігі кезекте салатымызды дәм беру үшін осында приправа қосамыз. Сәбіз салатқа арналған қара бұрышымызды, сосын паприкамызды қосып, бір шетке ала тұрамыз. Енді біз бір бас пиязымызды майдалап тураймыз. Бұны қызып тұрған майымызға кішкене сарғыш түс енгенше қуырып аламыз. Егер сіздер пиязды ұнатпайтын болсаңыздар, кішкене майымызды қатты ысытып салаттың үстіне құйсаңыздар да болады. Мінекей менікі пиязым дайын болды. Алтын түстеске шейін қуырып салатымызға қосамыз. Енді салатымызды әсемдеу үшін осында көк пиязды қиғаштап турасаңыздар әдемі болып көрінеді. Салатымызды жақсылап араластырып дастарханымызға ұсынамыз. Достар, дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Мүлдем уксус қажет емес, дәмді керемет болып шығады. Достар, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астында поделиться деген батырманы басып, әпке сіңілдеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.